Ассалаумалейкум достар. Бұл видеороликте сайттарға қалай жарнама қою керектігін көрсетемін. Жалпы кез келген сайт жарнама арқылы ақша тапқысы келеді. Яғни қазір ең танымалы Google'дың жарнамасы, Яндекстің жарнамасы немесе AdClick'тің жарнамалары болып табылады. Көріп отырғанда мына Zakon.kz сайтын аштым. Жоғары жағында Яндекстің рекламасы көрінді. Мына жерде DoubleClick'тің рекламасы AdClick көріп отырғандай. Мына жерде тағы да Google'дың рекламасы. Яғни әрбір просмотрға жарнама беруші сіздің сайтыңызға ақша беріп отырады. Яғни Яндекс жарнаманы қалай қосамыз? Ол үшін Яндекс партнер деп жазамыз. Рекламная сеть Яндекса деген сайт ашады. Яғни ресми сайты. Бұл жерде сайттарға ақша таба аласыздар, немесе приложениеға ақша таба аласыз, немесе телеграм каналдарға жарнама қойып ақша таба аласыз. Сіздер ең бірінші присоединиться деп өзіңіз батырманы регистрация жасап кірсеңіздер болады. Мен бірдестен кіріп кетейін, өзімнің парольдарымды теремін. Көріп атқандай Яндекс рекламная сеттің меню шықты. Мына жерде реклама на сайтық дегенді батырман басамыз. Сайты және блок жерге бөліміне өтеміз. Осы жерде мен қосылған сайттардың тізімі тұр. Яғни қабылданған, қабылданбаған. Мына жерде добавить сайт деп басамыз. Мына жерге доменнің атын жазамыз. Мысалы, қандай сайт қойсам болады? Кез келген бір сайт қосайын. Мысал ретінде сохранить. Мына қазір мына сайтты болмайды екен. Мысалы, мына жерге кез келген сайттарды қосайын. Мысалы, example.kz сайттың атауын жазамын. Мінекей кетті. Бірінші қосқан кезде, яғни модерацияға өтеді. Оны күтпей, мына жерде блок деп тұрады. Блокқа добавить блок деген басамыз. Сізге мына рекламны типтерін таңдайын. Баннер реклама мынандай болсын ба, полный экранный болсын ба, flow out болсын ба, лентада шығып тұрсын ба деген секілді, немесе жоғары жағында реклама болсын ба деген секілді нұсқаулықтар болады. Яғни текстов версиясына ма, мобильный версиясына ма деген секілді. Біз осыны стандарт ретінде қабылдаймыз. Создать дегенді басамын. Көріп отқанда бізге блогымыз құрылды. Енді бізге Яндекс мынандай екі код береді, яғни Яндекс RTP скриптер беріледі. Оны біз сайттың head деген бөлімнің ортасына қоямыз. Head ашылады, head жабылған жеріне. Одан бөлек мына жарнаманың уникальный кодын береді. Уникальный кодын береді. Осы біздің жарнамамызға жауапты. Мысалы, Яндексті Zakon.kz қарайтын болсақ, мына жерде көріп отқандай міне ресми коды тұр, яғни жарнамадан алған коды. Дәл осы секілді сайттың header бөліміне осы кодты қойып, кез келген сайттың бөліміне қоятын болсаңыз, сіздің жарнамаңыз шығып қаржы табуыңызға болады.